Қайырлы күн, әріптестер. Келесі сабағымызға көшейік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жиыды жобалық қызметтегі көмекші ретінде пайдалану. Ақпарат іздеу, сценарийлер мен өнім сипаттамаларын генерациялау. Жиы жобадағы рөлі. Жасанды интеллект біз көмекші, кеңесші, генератор ретінде қолданамыз. Яғни жасанды интеллект бізде co-creator деп атасақ болады, себебі ол біздің идеямызды күшейту мақсатында қолданамыз. Яғни автор өзіміз тек қана жиыды сол өзіміздің идеямызды ары қарай қалай дамытсақ болады, қай жағын қолдансақ дұрыс, қай өнімді пайдалансақ дұрыс болады, ал қай өніммен жұмыс жасасақ дұрыс болмайды деген секілді сұрақтарға жауап беруге көмектесетін көмекші құрал ретінде қарасақ болады. Нақты көмектері: жаңа идеялар ұсынады, тақырыпты нақтылайды және дамытады, мәтіннің құрылымын жасайды, визуалды бейнелер, сурет, дизайн генерациялайды. Яғни бұл жерде сіздің ойыңызға бір идея келеді, сол идеяны жиыды қолдану арқылы сіз одан әрі дамытып күшейте аласыз. Сол идея арқылы сіз қандай тақырыпты қолданып өнім жасайсыз. Бұл жерде егер сізде нақтылық болмаса, сіздің ойыңызды нақтылауға көмектеседі. Мәтіннің құрылымын жасайды. Яғни сіз дұрыс промптты қолдану арқылы сабақ барысында қалай оқушыларды қызықтыруға болатындығын жасай аласыз. Визуалды бейнелер. Сіздің ойыңыздағы, қиялыңыздағы идеяларды осы жиыға салу арқылы сіз оны сурет ретінде, не болмаса макет, дизайн ретінде жасауға көмегін тигізеді. Жиы қолдану, яғни оқушының жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, оның шығармашылық қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда біз болашақ заманауи, заман талабына сай болатын оқушыларды тәрбиелеп жатырмыз. Яғни біз оларға жиыды дұрыс бағытта қолдану керектігін үйретуіміз қажет. Біз тек қана оқушыны ғана тәрбиелеп жатқан жоқпыз, біз болашақ инженер, болашақтың мамандықтарын игере алатындай тұлғаларды тәрбиелеп жатырмыз. Оларға кез келген платформаны, кез келген жобаны бірден жасап кететін көмекші құралдар әрине қажет болады. Қай кезеңде қолдануға болады? Жасанды интеллект жобалық жұмыстың барлық кезеңінде тиімді қолданылады. Өйткені ол оқушыға әр қадамда бағыт беріп, жұмысты жеңілдетеді. Қолдану кезеңдеріне тоқталып өтетін болсақ, ақпарат жинау. Көп жағдайда бізде жиыды ақпарат жинауда қолданамыз. Неліктен? Себебі біріншіден уақыт аз кетеді, яғни оқушылар кітаптарды ашып іздеп отпайды. Нақты әрі керек ақпаратты тез арада уақытты үнемдеп осы жиыды қолдану арқылы ала алады. Келесі жоспар құру. Өзіне сәйкес келетін нәрселерді жазу арқылы, қайшы келетін, не болмаса сол арқылы дами алатын жағдайларды жазу арқылы өзіне дұрыс жоспар құрады. Келесі презентация дайындау. Яғни кей бізде жиы платформалары бар, оқушының, не болмаса мұғалімнің уақытын үнемдеп, қажет тақырыпты жазу арқылы 5 минутта бүкіл ақпаратты сидіріп, сізге дайын презентацияны дайындап береді. Сіз ол презентацияны оқу барысында керек жерін аласыз және керек емес жерлерін өзгертсеңіз болады. Өнімді сипаттау. Сіз жасаған өніміңізді жиыға салу арқылы сізге дұрысына сипаттап береді. Идея генерация. Сіздің қиялыңыздағы идеяны сол жиыды қолдану арқылы сіз бірден генерация жасай аласыз. Кезеңдері. Идея генерация кезеңі. Бірінші, бірнеше жоба тақырыптарын ұсынады. Сіз жоба жасау барысында жиы сізге бірнеше идеяларды ұсынады, бірнеше тақырыпты ұсынады. Сол сізге қажетті, сіз жасай алатын тақырыпты өзіңіз таңдай аласыз. Қызықты және креативті идеялар береді. Сіздің ойыңызға мүмкін кейде идеялар таусылып қалса, сіз осы жиыды қолдану арқылы тез арада жақсы креативті идеяларды қолдана аласыз.
тақырыпты әртүрлі бағытта ойластыруға көмектеседі. Оқушының ойлауын кеңейтеді. Ақпаратты жинау кезеңі. Тақырып бойынша негізгі мәліметтерді түсіндіруге бізге жиыдың көмегі орасан зор екен. Кей тақырыптарды мүмкін түсінбей жатсаңыз, қарапайым тілде де болмаса басқа да мысалдарды келтіру арқылы сізге өзіңіздің деңгейіңізде дұрыстап түсіндіріп береді. Маңызды фактілерді жинақтауға көмегін көрсетеді. Күрделі ақпаратты қарапайым тілмен түсіндіреді. Бағыт беретін сұрақтар ұсынуға осы біздің жиыдың пайдасы көп екен. Жоспар құру кезеңіне тоқталатын болсақ, жобаның жоспарын құрастырады, бөлімдерге бөлуге көмектеседі, яғни кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, логикалық ретпен орналастыруды ұсынады. Айтып өткендей, жиы бізде бүкіл идеяны жасап бермейді, сіздің ойыңыздағы идеяны тек қана толықтырады, дамытады. Яғни сол идея арқылы, осы жоспар арқылы сіз одан әрі өніміңізді, одан әрі сабағыңызды дұрыстап жасауға көмегін тигізеді. Өнімді сипаттау кезеңі. Өнімнің сипатын жазуға, артық және күрделі сөздерді түзетуге, ғылыми немесе қарапайым тілде мәтін құрастыруға сізге жиы платформалары көмегін тигізеді екен. Презентация дайындау кезеңіне тоқталатын болсақ, слайд мәтінін дайындауға, қысқа және нақты сөйлемдер құрауға, презентация құрылымын жасауға, визуалды идеялар ұсынуға, сурет, дизайн ұсынуға көмегін тигізеді екен. Бұл жерде мұғалімнің рөлдеріне тоқтала кететін болсақ, дәстүрлі мұғалім, яғни сабақта тек қана түсіндіреді, бақылайды. Ал жобалық оқу әдісіндегі мұғалімнің рөлі бағыттайды, сұрақ қояды, қолдайды. Яғни мұғалімнің рөлі бұл жерде фасилитатор болып табылады. Осымен біз сабақ барысында, оқу барысында жиыды қалай дұрыс сценарий жазуға, қалай дұрыс презентацияны генерациялауға көмектесетінін білдік. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.